дамытуға PISA халықаралық тапсырмасының маңызы, иә? Бәріңіз өткеннен бері кіріп жүрсіздер, PISA дегенді танысқан шығарсыздар. Коучингтің жалпы мақсаты сіздерге мұғалімдердің PISA халықаралық тапсырмаларын құрастырып, қолдану шеберлігін қолдау жасау. Сіздерге қолдау білдіреміз бүгін. Қолдау білдіреміз, иә? Енді мына сөзді кім айтқан? Білім жүйесінде тек білім ғана емес дейді. Сонымен қатар оны әлеуметтік бейімделуге қолданып білген беруі тиіс. Білім беруі тиіс. Бұл елбасымыздың осы PISA шыға салған кездегі айтып кеткен сөз екен. Бұл жақсы қанатты сөз. Осы бізде функционалдық сауаттылық деген таңырқаттай нәрсе емес. Осы жаңартылған бағдарлама 2012 жылдан шыққаннан бергі біздің қолданып жүрген тапсырмаларымыздың бәрі функционалдық сауаттылыққа бағытталған. Бірақ біз қандай жерден оқып жатырмыз? Бүгін біз сонымен танысамыз. Күнделікті тапсырманы өмірмен байланыстыру керек. Өйткені балалар қолданған алған білімін күнделікті өмірде пайдалана алу керек деп ойлаймын. Сен балалар қолданып жүр ме осыны? Мысалы, менде физикада тақырыптардың көбісі өмірмен байланысты. Мысалы, күш